Жамбылда Қаратау тауларының бөктерінде халықаралық қызғалдақ мұра фестивалі өтті. Ауқымды іс-шараға 5000-нан аса адам қатысып, 400-ге жуық шетелдік турист өңір табиғатын тамашалады. Ал фестивальдің нағыз сенсациясы қызғалдақ өрнегімен безендірілген көлемі 200 шаршы метр болатын киіз кілемнің таныстырылымы болды. Бұл туынды Қазақстанның рекордтар кітабына енді. Жамбыл өңірінің мәдени өмірінде айрықша із қалдырған жарқын іс-шарада түрлі аталымдар бойынша жеңімпаздарды марапаттау рәсімі өтті. Фестивальде қымыз мұрындық рәсім аясында үздік сауыншылар анықталды. Сондай-ақ қазақтың ұлттық спорт түрлері аударыспақ, қазақ күресі, қошқар көтеру, қол күресі, дәстүрлі садақ ату, арқан тарту, асық ату, тазы иттер жарысы бойынша да байқаулар өтті. Бәрі екен, мынағат үйсі көркейе берсін Қазақстан. Туристің бәрі осыға келе берсін, демалып осы жерге. Әлемдік маңызы бар оқиға болды. Разымын ұйымдастырушылардың бәріне. Біздің қызғалдағымызды әлемде танытып жатқан осы іс-шараға Қаратау қаласынан келіп тұрмын. Мына кішкентай қара шүйді әкелдім. Осыдан үлгі алсын, балдар ішінде ойнасын деп әкелгенім. Ал қызғалдақ өрнегімен безендірілген көлемі 200 шаршы метр болатын киіз кілем 100-ден аса қолөнер шеберінің қолынан шыққан алып туынды. Осылайша киіз басу өнері Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Бұдан бөлек фестиваль барысында қолөнершілер көрмесі өтті. Қазақ ою өрнегімен қызғалдақ символикасынан шабыт алған заманауи бейнелерді ұсынған сән көрсетілімі басты оқиғалардың бірі болды. Қолөнер Тараз қоғамдық бірлестігінде барлығымыз бармыз. Сол жерде бізде құрақ құрайтын құрақшыларымыз да бар, шашақбау жасайтын және қуыршақтар неше түрлі, түскиіз, сырма, алаша жасайтын көптеген біздің қолөнершілеріміз бар. Сол қолөнершілердің басты қосқан бұл жоба болды деп санаймын. Айта кетейік, өткен жылы өңірге 200 мыңға жуық турист келген. Бұл 2023 жылмен салыстырғанда 27%-ға артып отыр. Фестивальге арнайы барған шаһар басшысы туризм саласының алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісті. Облыс аумағында 40 негізгі туристік нысан бойынша 10 жаңа туристік маршрут әзірленді. Осы орайда туристік маршруттар құрамына енген нысандарға инфрақұрылым жүргізу жұмыстары қолға алынып жатыр. Биыл заманның талабына сай туристердің барлық сұраныстарына қанағаттыратын 3 туристік демалыс аумағы ашылатын болады. Қызғалдақ мұра фестивалі жарқын және ұмытылмас гала-концертпен түйінделді. Айта кетейік, Жамбыл облысы қызғалдақ түрлерінің алуан түрлілігі бойынша Қазақстан аймақтарының арасында сенімді көшбасшы. Оның аумағында қызғалдақтың 18 түрі өсіп, оны Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Аңсар Тілепберген, Мейіржан Ерболатов, 24 News.